Ассалаумағалейкум армағазақ арнамызға қош келдіңіз. Амангелді Нұғманов ел күтпеген ұсынысты білдірді. Видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк ішінде подписать етемелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Ашық дереккөздерден сенатор Амангелді Нұғманов еліміздегі зейнетақы жүйесіне реформа жасап, азаматтардың демалысқа шығу уақытын нақты жасына емес, жинаған жұмыс тәжірибесіне байланысты белгілеуді бастама етіп көртерді, деп жазады Алаш.кз порталы. Депутаттың пайымдауынша, жаңалған конституция аясында зейнетақы төлемдерінің құрылымын қайта қарастыру қажеттілігі туындап отыр. Бұл ұсыныс еңбек нарығындағы тергеу, сақтау және әлеуметтік жауапкершілігі артады. Мұндай өзгерістердің мемлекет экономикасы үшін тиімділігі жоғары болмақ. Сенатор бұл қадамның маңыздылығын түсіндіре келді. Аталған реформалар жұмыссыздық деңгейін төмендетуге, масылдық пиғылдан арылуға және азаматтардың жұмысқа деген жауапкершілігін күшейтуге септігін тигізеді, деп жазып өтті. Оның пікірінше, жаңа жүйе еңбек ресурстарының тиімді пайдалануға жол ашады. Зейнетақы жүйесінің қаржылық тұрақтылығын нығайту мәселесімен де нақты назарда. Амангелді Нұғманов бұл өзгерістердің бюджетке әсері туралы былай деді. Бұл шаралардың мемлекеттік бюджет пен бірыңғай жинақтау зейнетақыны түсетін салмақ азайтып, жүйенің қаржылық беріктігін қамтамасыз етеді, деді уәатты. Депутаттың пайдалануынша, жұмыс өтелімі негізделген жүйе әділдік қағидатын қалыптастырып, болашақ шығындарды оңайландыруға мүмкіндік береді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.